Бұрыннан бүгілмелі смартфондарға сондай үлкен күмәнмен қарап, оларды ыңғайсыз және күнделікті шын өмірде еш пайдасы жоқ формат деп санайтын алдарыңызда мен Q-Bro және де жап жаңа Honor Magic V2 бүгілмелі смартфоны бүгінгі видеодан кейін ойымды өзгерте алады ма? Оны бірге көрелік. Достар, бұдан бұрын 520 алмазды Техноброда мына балотты барлықтарымыз құттықтаймыз. Бүгінде тура сондай ұтыс болады, сондықтан қатысыңыздар, сәттілік. Жалпы бұл смартфонмен мен Берлинде өткен IFA 2023 көрмесіндегі Honor презентациясында танысқан болатынмын. Берлинге қалай барып келгенім және де не көргенім туралы видеосын көрмесең, міндетті түрде көруге кеңес беремін. Өйткені онда да алмаз ойнатып жатырмын. Окей, біздің бүгінгі девайспен жақынырақ танысайық. Біріншіден комплектациясымен таныстырып кетейін. Смартфон осындай әп-әдемі қара қорапта ұсынылады. Сыртында әрине Honor Magic V2 деп жазылып тұр. Ішін ашатын болсақ, ішінде бірінші смартфонның өзін көреміз. Оның астында тағы да 3 қара қорап, үстіңгісінде скрепка, әдемі әрі функционалды чехол мен документациясын табамыз. Астыңғы жақта кішкентай қара қорапта 1,5 метрі бар USB Type-C кабелімен. Екінші кішкентай қара қорапта Honor'дың фирмалық 66 ватты суперчарж блок питаниясын таба аламыз. Жалпы Honor смартфондарының бір жақсы қасиеті ол көпшілік смартфондары осындай 66 ваттық көп көлемді блок питаниямен жабдықталған. Ол әрине өте қуантады. Смартфонды алғашқы рет қолға алғанда шынымен флагманды қымбат затты ұстап тұрғандай сезінесің. Алақанға ыңғайлы, бір қолмен қолдануға болады. Дизайны әдемі жасалынған, ыңғайлы ашылып, жағымды дыбыспен жабылады. Басқа бүгілмелі смартфондарға қарағанда қалтаға симайтын, қолда кірпіш сияқты сезінетіндей емес. Өйткені бұл смартфон өз қатарластарының арасында ең жіңішке болып келеді. Яғни 9,9 мм құрайды. Шынымен де өте жіңішке, 10 мм-ге де жетпейтін қалыңдық. Ал енді ашылған күйде 4,7 мм құрайды, достар. Сондықтан да жиналған күйде қолда кәдімгі моно смартфон сияқты сезіледі. Сонымен смартфон көбіне металдан жасалынғанымен салмағы бар болғаны 231 граммды құрайды. Осыншама жіңішке әрі жеңіл жасалуының себептерінің бірі оның инновациялық аккумуляторы болып келеді. Бұнда 2 кремний көміртекті аккумулятор қолданылған, жалпы көлемі 5000 мАч. Яғни бұл жағынан да Honor өз кластастарынан артық екенін көрсетті. Сонымен қатар менің скептикамның бір бөлігі оның бүгілу механизмде еді. Өйткені логика тұрғысынан смартфонды қайта ашып жапқаннан, бұл көпке жарамайды-ау деп ойланатын. Және де ашығын айтсақ, басқа бүгілмелі смартфондарда 1-2 жылда ол механизм проблемаға айналатынын естіген. Honor'да болса бұл жағынан ешқандай қауіп жоқ сияқты. Өйткені Honor Magic V2 ультра жеңіл титан буынымен жабдықталған. Сонымен қатар механизмнің қосымша беріктігі мен ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін болатты пайдаланған. Сөйтіп смартфон 400 мыңнан астам бүктемелерге төтеп бере алады. Ол күніне мысалы 100 рет бүктеп ашатын болсаңыз, сізге 10 жылға дейін пайдалану мүмкіндігін беретін SGS төзімділік сертификатына ие. Және менің байқағаным бүгілмелі смартфондарда 2 бөлікті қосатын жерде ыңғайсыз ойық анық көрініп, көзге бірден байқалса, бұл смартфонда ол минималды етіп жасалынып, бірден байқалмайды. Басқа бүгілмелі смартфондарға қарағанда моно сондай дисплей болып көрінеді. Honor Magic V2 смартфонын бір аптадай қолданып, онымен күнделікті өмірде пайдалану қаншалықты ыңғайлы екенін түсіне бастадым. Себебі керек кезде оны ашып жайып, қызықты видеоларды үлкен экранда көріп, немесе тіптен бір уақытта бірнеше қосымша мен бағдарламада жұмыс жасау шын жүзінде өте ыңғайлы екен. Мен сияқты контент-мейкерлерге кейде ПК-ға қолың жетпеген кезде кейбір жұмыстарды телефоннан жасау керек болғанда үлкен және көп функционалды экран жұмысты жеңілдетіп, уақытты қысқартады. Ал тікелей эфирді өткізуді жақсы көретінін адамдарға бұл тіптен таптырмас құрал деп санаймын. Өйткені бір экранда бағдарламаның өзін көріп
көріп отырсаң, екінші экранға түрлі стримге керекті деректерді бір уақытта қадағалап байқап отыруға болады. Тіптен чатты бөлек экранға шығарып та қоюға болады. Ол шынымен де өте ыңғайлы. Мені қазір стримерлер түсініп отыруы тиіс. Және егер максималды сапамен өзіңді фронталды камераға емес, басты камераға түсіремін немесе эфир өткіземін десең, өзіңді алдыңғы экранда бір уақытта көре алу мүмкіндігі ешқандай стандартты смартфондар бере алмайтыны белгілі. Сондықтан ол бөгілмелі смартфонның тағы бір плюсына жатқыза аламын. Ал енді геймерлерге тоқталатын болсақ, мобильді ойындарды стандартты экранда да, үлкейтіп басты экранда да ойнау мүмкіндігі бар. Және бұндай экранда ойнау тіптен басқа әсер беретінін айтқым келіп отыр. Әсіресе бәсекелестік ойындарда байқалады. Көп уақыт бойы ойын ойнауға біріншіден оның көлемді батареясы мен тез зарядтауы қуантатын болса, екіншіден қызуға жол бермейтін Bionic Cooling System салқындату жүйесі арқасында смартфонның қолда қатты қызып мазаны алмайтынын байқады. Жалпы смартфон барлық ойындарды оңайлықпен көтере алады, өйткені бұл смартфонда жай ғана көптеген инновациялар ғана емес, сонымен қатар флагманды құрылғыға сай техникалық сипаттамалары баршылық. Қысқаша атап айтсақ, процессор Qualcommның ең соңғы 8 ядролы Snapdragon 8 Gen 2 мен жабдықталған. Жедел жады көлемі 16 гигабайт, тұрақты ішкі жадысы 256, 512 және 1 терабайт нұсқалы бола алады. Менің қолымдағы 512 гигабайтты болып келеді. Видеопроцессор Adreno 740 болып келсе, операциондық жүйесі Android 13-те және оболочкасы Honor'дың фирмалық Magic OS 7.2 болып табылады. Батареясы айтып кеткендей 5000 мАч сағатына және оның жылдам зарядкасы бар. 66 ватт блокпен оны 100%-ке дейін 50 минут ішінде зарядтауға болады делінген. Онымен қоса кері зарядтау да бар, сондықтан оны Powerbank ретінде қолдануға да болады. Коммуникация жағынан Wi-Fi 6E нұсқасы, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, Dual SIM, NFC, бет арқылы разблокировка жасау, саусақ таңбасын тану және сол сияқты түрлі технологиялары әрине бұнда баршылық. Ал енді смартфонның экрандары ол әрине бөлек әңгіме. Екеуі де 120 Гц OLED экран болып келеді. Сыртқы дисплейі 6-да 43 дюймді 2376-да 1060 ажыратымдылығы бар. Максималды жарығы 2500 нит болса, ішкі бүгілмелі экраны 7-де 92 дюймді, яғни 2344-те 2156 пиксельді және жарығы 1600 нит болып келеді. Екеуі де HDR10+-ті де қолдайды. Екі экраны да жарық әрі көзге жағымды болып келеді. Бұндай экранмен қолдану тек шынайы ләззат пен жағымды тәжірибе бере алады деп айта аламын. Сонымен қатар маған ұнаған жағы, экрандар DCI-P3 түс кеңістігінде және 3840 Гц шим жиілігінде жұмыс жасайды. Яғни ол сіздің көзіңізге ешқандай кері әсерін тигізбейді дегенді білдіреді. Осылайша Honor компаниясының қолданушыларының денсаулықтарын ойлап жасалынғаны өте қуантады. Камераларына тоқталатын болсақ, Honor Magic V2-де 5 камера бар достар, яғни артындағы камера модуліндегі 3 камерасы, оның ішінде басты камерасы 50 мегапиксель, объективі f1-де 9, оптикалық стабилизатормен және лазерлік автофокусты, екіншісі кең бұрышты, яғни широкоугольный ширик модулі, ол да 50 мегапиксель f2-де 0, автофокусы бар болса, үшіншісі телевик 20 мегапиксель f2-де 4 объективті болып келеді, автофокусты, оптикалық стапты және 2,5 еселі оптикалық зумы да бар болып келеді. Қалған екеуі фронталды камералар 16 мегапиксельді және олардың объективтері f2-де 2-ні құрайды. Фотоны 1:1 және де 4:3 форматында да түсіруге мүмкіндігі бар. Түрлі жасанды интеллект қолданылған режимдері де бар, оның ішінде умный захват, яғни жестпен түсіру, күлімдегенде автоматты түсіру, немесе қозғалғанда түсіру, лут тонын автоматтандыру, ақылды фокус, бір уақытта алдыңғы және артқы камераны қолдау сияқты мүмкіндіктері де бар. Қазір экранда фотоны әрбір модульге қаншалықты сапалы түсіретінін көріп отырсыздар.
Видеосъемкаға келетін болсақ, ең жоғарғы ажыратымдылығы 4K және 60 FPS-та түсіру біледі. Жалпы айтқанда, камералары сапалы әрі кез келген сұранысқа қамтамасыз етуге дайын, тіптен одан да көп зат сіздерге ұсынады. Фото мен видео сапасы маған ұнады. Осылайша достар, қорыта келетін болсақ, Honor Magic V2 мені таңғалдыра алды. Осыдан кейін мен бүгілмелі смартфондарға өз көңілімді болашақта аударатын сияқты. Және де оларға деген көз қарасым шынымен де өзгерді. Меніңше жиналмалы смартфондар ерекше көрініп қана қоймай, күнделікті өмірде жалпы телефонды пайдаланудың бір жаңа деңгейіне жетелейтін сияқты. Honor Magic V2 шынымен де жай ғана смартфон емес, бір өнер туындысы сияқты қарастырсам да артық кетпейтін сияқты. Көп жақтан өзінің кластастарынан артық болмаса нақты кем емес. Әдемі, уникалды, инновациялы, керемет камералары бар, технология жағынан да, өнімділік жағынан да кез келген флагманға төте бере алатын құрал деп санаймын. Honor Magic V2 смартфоны тек 2024 жылы ғана жаппай сатылымға шығады. Сондықтан дәл қазір біздің нарықта бағасы нақты қандай болатынын айта алмаймын өкінішке орай. Бірақ қазірден бастап шыққан кезде өзіме немесе күйжеңгеге алам ба деп ойланып қалдым. Өйткені шынымен де өте ыңғайлы және сондай сапалы жасалынған екен. Маған қатты ұнады. Ал сендерге ше, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып жеріңіздер. Бұл смартфон қай жағымен сіздерге ұнады? Бөлісіп қасына айдиларыңызды қалдырсаңыздар, келесі Техноброда алмас ұтысына ие болуға мүмкіндіктерің бар. Лайк басуға ұмытпаймыз, барлықтарыңызға көп рахмет. Кезекті Технобро рубрикасында кездескенше сау болыңыздар.